Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кондитерлік дүкендерде сатылатын бауырсақтың рецептін ұсынғым келеді. Өте жұмсақ, арасы толықтай пісіп шығатын бауырсақтың рецептін толықтай көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз аппара дайындап аламыз. Жылы суға шекер, ашытқыны салып, қасықпен кішкене араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Ары қарай басқа бөлек ыдысқа жылы сүт, бір жұмыртқа, ерітілген сары май, тұз және оның үстінен 50 грамм майонез қосамыз. Майонез қоссаңыздар, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ әдемі болып шығады. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Дайын болған аппарамызды алып, осы дайындап қойған массамыздың үстіне құямыз. Міне достар, құйып алғаннан кейін қасықпен кішкене араластырып, електен өткізілген жоғары сұрыпты ұн саламыз. Ұнның жарты бөлігін салып алып, қолымызбен кішкене араластырамыз. Ары қарай барлық ұнды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Видеоның астына описание бөліміне керек заттардың барлығын жазып қоямын. Сол жерде көрсетілген ұнның мөлшерінен артық қосудың қажеті жоқ. Сол бізге жеткілікті болады. Міне достар, осындай қамыр шығады бізде, жұмсақ қамыр. Қамырымызды дайындап алғаннан кейін ыдысқа қайтадан салып, қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағат көлеміне қойып қоямыз. Яғни қамырымыз міне осылай көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтеріліп шықты. Жан жағынан осылай басып, қамырымызды алып, 2 бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымыздың бір бөлігін ыдысқа салып, қақпағын жауып бір шетке қоямыз. Бір бөлігін қамыр жаятын жерге кішкене ұн себелеп, оқтаумен жаямыз. Оқтаумен жайғанда да қыздар, қатты басудың қажеті жоқ. Тек оқтауды кішкене дөңгелетіп өтсеңіздер, қамырымыз өзі жайылатын болады. Және де қамырды жайғанда да міне осындай қалыңдықта жаюымыз қажет. Қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Өйткені біздің бауырсағымыз пісу барысында көтерілмей қалады, немесе бауырсағымыз қатты болып шығады. Бауырсақтың көлемін мен осындай дөңгелек затпен кесіп алдым. Қалауларыңызша 4 бұрышты етіп жасасаңыздар болады. Немесе дөңгелек зат болмаса, бокалдың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Міне барлық қамырды осылай кесіп шығамыз. Шеткі бөліктерін бір шетке алып қоя тұрамыз. Бұл бөліктерінен де бауырсақ пісіріп алсаңыздар болады. Қамырымыз өте әдемі болып шықты достар. Міне достар, осындай қалыңдықта кесіп алыңыздар. Дайындап алған бауырсақтарымызды матаға қойып шығамыз, яғни майлыққа қойып шықсаңыздар болады. Тек үстелдің үстіне қоймаңыздар. Екінші бөлігінде дәл жаңағыдай етіп, ұн себелеп, ары қарай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне достар, қамырымыз өте тез жайылады. Қатты басудың қажеті жоқ, тек қана оқтаумен бетін дөңгелетіп өтіңіздер. Және осы жерде айта кететінім, қамырды жайғаннан кейін осылай мен сияқты шет-шетін көтеріп алыңыздар. Достар, егер менің рецепттерім ұнаған болса, каналыма жазылып, каналыма жаңадан шыққан рецепттерді жіберіп алмаш үшін жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны жақындарыңызға, яғни достарыңызға поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде бөлісіп қойсаңыздар болады. Міне осы жерде мұқият қараңыздар, бауырсағымыздың қалыңдығы осылай болып шығуы қажет. Барлығы мата-майлыққа төсеп, бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бұл жерде тағы да бауырсағымыз көтеріліп шығады. Ары қарай осы сәтте отқа табамызды қойып, майды құйып қыздырамыз. Майды көп мөлшерде құйыңыздар. Егер аз мөлшерде құйып қойсаңыздар, бауырсағымыздың асты табаға тиіп, дұрыс піспей қалады. Сондықтан осындай көп мөлшерде май құйыңыздар. Міне достар, тағы 15-20 минут тұрған бауырсағымыз осылай көтеріліп шықты. Қызған майымызға бауырсағымызды салып пісіре бастаймыз. Оттың астын достар орташаға қоямыз, немесе орташадан сәл ғана төменге қойып пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Біздің майымыз қатты қызып кетпеуі қажет, өйткені бауырсағымыздың іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан мен айтқан бойынша бауырсағымызды орташа оттан сәл төмен ғана қойып пісіріп алыңыздар. Міне достар, біздің бауырсақтарымыз пісіп шықты.
Өте әдемі түске, яғни сарғыш, алтын түстес болып пісіп шығады. Піскеннен кейін бауырсақтарымызды бір ыдысқа бөлек салып аламыз. Ыдысымызға қағаз майлық төсеп салсаңыздар болады. Міне достар, біздің бауырсағымыз дайын. Бауырсағымыздың екінші бөлігін пісіреміз. Осы жерде майдың сіздерге қайтадан айта өтейін, майымыз қатты қызып кетпесін. Және бауырсақтарымыз көтеріліп пісу үшін қасықтың көмегімен осылай үстіне май құйып пісірсеңіздер болады. Видеода көрініп тұрғандай. Достар, бұл бауырсақтарды сатылымға шығарсаңыздар да болады. Яғни үйде отырып табыс тапқыңыз келсе, заказға осы бауырсақтарды қабылдап пісірсеңіздер болады. Өте әдемі болып шығады, жұп-жұмсақ болады, өте сәтті рецепт. Міндетті түрде жасап көріп, сатылымға шығарып көріңіздер. Достар, осы жерде айта кететінім, майға мұқият болыңыздар, майымыз қатты қызып кетпесін. Майымыз орта отта, яғни орта оттан сәл ғана төмен тұрса, бауырсақтарымыз іші де, сырты да әдемі болып пісетін болады. Міне достар, осымен біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Осы рецепті поделиться батырмасын басып, құрбыларыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын достар. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Хош, сау болыңыздар.